осы жерде айтып берейін. Осы концерттің алдында әкеміз звондайды маған. Рахмет, гүліңіз өтемеген. Балам, шығып бізде ән етейік дейді маған. Енді бұл кісілерге қалай жоқ дейсің. Мен өзім қуанам осындай ата-анам бір сахнада халық үшін қызмет етіп жатқан ағайындар. Әрқайсыңыздың ата-аналарыңызға ұзақ ғұмыр берсін, екіненің бақыт нәсіп етсін. Бұл кісілер менің сахнамда ән салғанда мен неге қуанбасқа? Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді. Мен қазір енді балаларым бар, сондықтан ата-ананың қадірін қатты біліп жүрмін соңғы кезде. Ал енді сахна төріне Нұртас Айдарбеков, Гүлзира Айдарбекова. Ассалаумағалейкум, өнерсүйер қауым. Мына бүгін қайраттай жігіт келіп қалыпты, өнерін бағалап, қайтайық деп алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін әкелік тұрғыдан басым дейім. Ал енді баршаңыздың отбасыларыңызға амандық, денелеріңізге саулық берсін дегім келеді. Тек осындай жақсы күндерде, қуанышты күндерде сіздермен қауышқымыз келеді. Алла баршаңызға өмір берсін. Найманның қызы бір нәрсе айтасың ба? Айтады. Кеш жарық, құрметті қазақ елі. Мінеки 19 жыл болды. Әлі күнге дейін қайратты қолдап, осылай келе жатырсыздар. Қашанда залылық толы, қандай керемет. Менің енді төбем сәл ғана көкке жетпей тұр. Әрбір ана үшін өзінің баласының жетістігі, ол ананың жеңісі. Мінеки сіздерде де осындай жеңіс болсын. Үміт артқан ұл қыздарыңыз сіздерді бақытқа жеткізсін.